Құрдымға кетірер ашкөздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық. Мұндай эмоциялар толқынының бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Біз фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде-бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын шарықтатып, сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді? Эфирде «Сахна сыры» тележобасы. Ильяс Омаров атындағы Қазақ драма театрының ұжымы өздерінің жаңа ғимаратында кезекті спектакльдерін дайындауда. Бұл жолы сахна төрінде ақын Мариям Хакимжанованың қиындықпен тоғысқан тағдыры көрсетілмек. 3 жыл қатарынан сахналанып жатқан бұл қойылым күні бүгінге дейін өз көрермен санын жоғалтқан емес. Аға, сіз бұл қойылымда тек қана режиссер емес, сонымен қатар пьесаның авторысыз. Жалпы бұл материалмен жұмыс жасау қалай жүргізілді? Қазір драматургия саласында қызмет етіп жүргенімде 15 жыл болды. Қазір енді Қазақстанда 10-12 театрда менің жазған пьесаларым жүріп жатыр. Соның көбі, әрине комедия да бар ішінде, жастарға арналған дүние де бар. Бірақ соның басым көбі осы тарихи дүниелер. Оның үшін мен өзім тарихқа деген өзім қызығушылығым басым. Сондықтан Мариям Ильяс деп отырғанымыз, бұл Мариям Хакимжанова. Бұл қазақтың кешегі 90 жастай өмір сүрген, біздің өткен ғасырымыздың толық куәгері болған адам. Сәкен сотталып, Мағжан атылған соң, бұл қазақта енді кім қалды? Кім қалды? Енді 45-50 жыл сахнада жұмыс жасағандықтан енді біраз рөлді ойнадық. Қазақтың классикасында, орыстың да шетелінде классикаларын ойнадық. Енді Мариям құндылығы өйткені бұл біріншіден жергілікті адам тағайтамын. Мұны көп адам білет. Бұл кісінің көмектеспеген адамы жоқ. Бұл спектакльде сонау Алма Оразбаева болсын, Зияш Қалауова болсын, Күләш Байсейітова болсын, Мұқан Төлеубаев болсын, Ильяс Омаровтың бәрімен қарым-қатынаста болған адам. Жалпы бұл оқиғаның архивтік ақпараты өте аз. Сол себепті кейбір жерлерін оймен толықтыруға тура келген шығар. Театрдың бір жақсысы өзі бір тірі организм ғой. Мұнда актерлар деген жұмыс істеген кезде біз енді бір қойылымды 2-3 ай дайындаймыз. Соның кейін тарихи дүние, бұнда көптеген актерлердің білмейтін нәрсесі бар. Бұл біз архивке де барамыз. Бүгінгі оқиғаларды да жинаймыз. Сонымен біз мұны 2-3 ай дайындадық. 2-3 айдың ішінде сол көптеген қызықты деректерді қостық. Енді мұны режиссерлық жағынан келетін болатын болсақ, бүгін енді жалпы режиссерлардың тәсілі кәрі өзгеру керек. Өйткені кейде біз көрермен келмейді деп жатамыз. Неге? Келмейтін себебі сол баяғыдай, сол кулистердің артынан актерлар шығады, сол баяғыдай декорация қозғалмай тұрады, сол баяғыдай зрительге ақыл айту, белгілі бір формадан шықпай жатамыз. Бізде кейде кейбір көрермендер, оның ішінде кейде бір қызығы театрдың сыншылары бар. Сол сыншылардың өзі кейде мен енді Абайды жазып қойдым өзім. Мариям Ильясты өзім жазып қойдым. Міржақып Дулатов, Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаевтардың пьесын жазып қойдым. Бұлар енді тарихи адамдар ғой. Содан тарихтың кейбір дәлдіктерін іздейді. Ол сол кезде олай болған жоқ. Ол сол кезде ол кісімен кездескен жоқ. Ол кезде ана кісімен кездескен кезде мына кісі қасында тұрған жоқ деген осылай дәлдікті іздейді. Бұны өнер көтермейді. Бұлар соны түсінбейді. Өнер деген ол көркем дүние, көркем шығарма. Мариям Хакимжанованың айналасынан пьесаға қандай тұлғалар таңдап алдыңыз, және не себепті? Мариям апамыздың бір жағы інісі, екінші жағынан өзі жерлесі, бауырында өсті, бірге қызметтес болды. Мына Ильяс Омаровты алдық. Таланттар таланып, өнер өлмесін. Өнер құрбаны мен болай. Жалпы Ильяс Омаров туралы 2 пьеса жазылған. Біреуін өзіміздің жергілікті ақын Ақылбек Шаяхметов жазды, екіншісін Сұлтанәлі Балғабаев пен өзіміздің режиссеріміз Ерсайын Төлеубайұлы жазды. Осы Мариям
осы Мариям Ильяс деп аталуы, бұның мен өзім ойлаймын, жаңағы Мариям аталып, Ильяс соған эпизодтық жаңағы рөлге әкеп кіргіздірген деп. Енді бір адам бар, ол Алма Оразбаева. Бұл Алма Оразбаева тағдыры өте ауыр, мұны халықтар білмейді, тіпті мұны зерттеп жүрген адамдар да білмейді. Мен енді архивтен біраз нәрсесін зерттеп алып, екіншіден Мәриям апамыздың өзінің естелігінен алдым. Бүгінде көсем көп, басшы жоқ, бағыт жоқ, тек алдау. Менің кейіпкерім ең бастысы мен үшін гендерлік саясаттың үлгісі деп ойлаймын. Алма Оразбаева әйел теңсіздігі үшін күрескен. Осы нәзіктігінен бөлек қоғамға шақырған, күшін, жігерін, қайратын ұштаған бірден бір мен үшін тұлға деп айтылам Алма Оразбаеваны. Сен менің қасымнан қалмашы. Соңғы енді Алма апамыздың ең ауыр басындағы қасіреті, қарамағында туған тасап кеткен, баласымен тасап кеткен өзінің туған сіңілісі Құсни деген тарихта бар. Сол жаңағы өзінің күйеуіне тұрмыс құрып, сондай бір ауыр қасіретке шыдай алмай бұл кісі жындыханаға түсіп, осындай ауыр қасіретте өмір сүрді. Енді бір тағы бір адам бар, осында енгізген Зияш Қалауова деген. Бұл кісі енді Кентаудың қызы. Сонда шындық айтқандар. Қашанда жау ма? Ну, во-первых, это молодая поэтесса Зияш Қалауова. Она приехала с деревни. Біріншіден бұл жас ақын, ол ауылдан келген. Мен өз образымда көрсеткендей, ол ғашық болғыш, өте ашық мінезді, шыншыл қыз болған. Ол өзіне қорған болатын адамды іздеген. Бұл жас ақын өзге жанның оны түсінуін қалады. Ол үшін Мариям ұстаз, тәлімгер болған тұлға. Менің ойымша, Мариям оны өзінің ақылдылығымен, ақ көңілділігімен, шынайылығымен баурап алды. Оның айналасында оны бағалайтын, сүйетін достар көп болған. Біз режиссер екеуміз бұл образды ұзақ іздестірдік. Себебі мұрағаттарда Зияш Қалауова туралы ешқандай бейне жазба жоқ. Сондықтан да біз оның қандай болғанын білмейміз. Режиссермен келісе отырып, біз ауылдағы қыздың образын жасап шықтық. Менің образыма енуім үшін мен базарға барып, сондағы әйелдердің әңгімесіне құлақ түрдім. Бұл маған өте көмектесті. Осы апам алдан болса, құртірімшік, сүрді, қаймақ. Неге сағынбасын деп едім? Міне, апа, әзір. Айран. Қаймақ. Апа, ауылдың нағыз дәмі. Апа, алдымен иіскеп барып жейміз. Жалпы Мариям, Алма, Зияштай әйелдердің қиын өмірін көрсететін бұл қойылым неге Ильяс пен Мариям деп аталды? Енді атауын басқаша да беруге болады. Енді мүмкін менің бұл пьесамды басқа біреулер алса, авторлық менен рұқсатын алып, басқа ат қоя беруіне болады. Өздеріне лайықты. Мен бұл жерде бір тағы айта кетейін деп отырғанымыз, біз жалпы қазақ драматургиясында әйелдер бейнесі, әйелдер тағдыры өте аз жазылады. Жаңа жерде пьесада бір жерінде айтады ғой, Мәриям апамыз. Кешегі соғысқа кеткен қаншама қазақ қыздарының ішінде екеуінің ғана аты, Әлия мен Мәншүк. Ал шындағанда, қазір қараса, 3800 қазақ қызы соғысқа қатысқан. Ерсайын аға, биылғы маусымда қостанайлық көрермендерді қандай туындылармен қуантасыз? Енді биылғы жетістік енді біздің алдымызда әзірше жоспар түрінде тұр. Корольдер тұр, Құнанбай тұр. Соңғы мына келесі Жұмабек Тәшенов деген үлкен қайраткер бар. Қазақтың жерін сақтап қалған 5 облыс кеше осы как раз осы тың игеру кезіндегі Хрущевтың солақай саясатынан. Міне осындай шығармашылықтар бар.